Бүгінгі сабақта ММТ тест арқылы зажимды қалай анықтаймыз? Провокация арқылы қай жерінде қандай блок бар, соны кішігірім тест арқылы мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Біздің басты мақсат бұл жерде адамда либо гипотонус мышц болады, либо гипертонус болады. Гипотонус деген адамның жалпы состояниесі, иммунитеті, мышцалары босаған кезде, бос кезінде, аяғын ұстай алмайтын кезде, әлсіреуі бәрі оны гипотонус мышц дейді. Гипотонус болған кезде біз провокация арқылы, висцеральный бар, эмоциональный бар, спинной бар, оны қазір айтамыз, соны провокация жасау арқылы гипотонус болса гипертонус, қай жерде провокациядан кейін гипертонус болады, значит сол жерде зажим бар, сол жерде блок бар деген сөз. Мысалға, ең бірінші техника, жалпы техникалар көп, біз тек қана базовый дейді, основной техникаларды көрсетемін. Ең басында адамның жаңағыдай аяғын көтереміз, бірінші аяғымызды айтасыз, аяғыңызды көтеріп тұрасыз, аяғыңызды көтеріп тұрған кезде сәл-сәл сопротивление, сопротивляться деген кезде аяқты ұстап тұру керек. И сіз сәл бүйтіп басасыз. Егер мына кісіде, мына жағдайда сопротивление мысалы аз, мұны жоқ, өз аяғын әрең көтеріп тұр. Бұл жағдайда бұл кісіде гипотонус мышц дейді. То есть бұл жағдайда біз нені анықтаймыз? Именно осы аяққа көтерген кезде аяққа күш беретін несін анықтаймыз да, органын. То есть ол висцеральный болуы мүмкін, грудной болуы мүмкін, болмаса эмоциональный болуы мүмкін. Провокация дегенімізде біз провокациямен ұстаған кезде әр органды, сол органға мимен сигнал береміз. Бағана айттым ғой, органмен біз қолданбайтын органды, қан жүрмейтін, жұмыс істемейтін, энергия жүрмейтін орган ми өшіріп тастайды. Ол орган өшірген кезде бізге определенный сол орган әр біздің мышцамызбен взаимосвязаны дейді ғой. Сол кезде біздің мышцамызды жұмыс істемейтін, ми өшіріп тастаған, сигнал өшіріп тастаған нені мышца гипотонусқа ұшырайды, немесе гипертонусқа ұшыратады. Соны анықтау арқылы ең басында не істейміз? Мысалға айтты, адамға айтамыз, клиентке айтамыз, аяғыңызды көтеріп тұрыңыз дейміз. Аяғыңыз көтеріп тұрады. Көтерген кезде сопротивление деген кезде аяғыңызды сопротивление деген кезде мұны басам. Бұл кісіде гипотонус деп айттым, то есть әлсіреу мышцасын. Енді біздің мақсат, қайталаймын, осы мышца қатаю керек та. Басқан кезде кәдімгі сопротивление. Ең басында неден бастаймыз? Висцеральныйдан бастаймыз. То есть провокация жасаймыз. Провокация дегеніміз эмоциональный блок, эмоциональный выгорание дейміз. Және ғана бүйтіп маңдайынан провокация жасайсыз, сипалап провокация. Мысалы, миға сигнал бүйтіп ұстасаңыз да болады. Миға сигнал. Сол кезде қайтадан аяғыңызды көтересіз, аяғыңызды көтеріңіз, сопротивляйтесь. Мынада уже күш келді, көрдің бе? Бірінші точка эмоциональный выгорание екен. Мына жігітте. Екінші точканы қалай анықтаймыз? Екінші точканы щитовидный, щитовидкасын провокация жасаймыз. Қатты емес, ақырын ғана. Жай ұстаған өзіне миға сигнал береді. Щитовидкасын анықтаймыз. То есть щитовидный паттернды ми өшіріп тастады ма деген сияқты. Тағы да көтереміз. Қарсыласамыз. Қарсыласамыз, мұны уже кішкене тонусы бар. Екінші жағдайда грудной, үшінші жағдайда. То есть грудной. Көкірек кеуде жақтарды просто былай ұстасақ болады, провокация арқылы. Грудной жасаймыз. Аяқты көтереміз. Қарсыласамыз. Жақсы. Болып жібереміз. Екіншісі грудной, үшіншісі, төртіншісі висцеральный. Висцеральный жағымыз, ол жаңағыдай шектеріміз, бүкіл эмоциялар бәрі шек жұмыс істемеу, ол да біздің гипотонус пен гипертонусқа әсер етеді. Оны да өстіп үшін жай ғана провокация жасау арқылы тестті анықтаймыз. Қайсы провокациядан кейін мышцаларында тонус пайда болды.
Көтереміз аяқты. Қарсыласамыз. Міне бұл жігітте міне уже қатайды да, көбінесе жаңағы ішімен эмоциональный выгоранияда. Бесінші сегмент ол белі, белін жасаймыз. Жай ғана беліңіз көтеріңіз. Жай ғана белін ұстап, провокация жасап. Көтереміз. Қарсыласамыз. Міне гипертонус пайда болды. Белінде де бар, эмоциональный бар, висцеральный бар бұл жігітте. И ең соңғысы ол 6-шы сегмент, ол лопатка дейді ғой, артқы жауыры. Жауырын провокация жасаймыз, кішкене көтерілесіз. Жауырын екі ортасын провокация жасау арқылы, провокация айташы жауырын. Енді көтереміз, қарсыласамыз. Болды. Жалпы осы базовый элементтер жаңағыдай. Қайқа біз қолымызды қоямыз, осыны анықтағаннан кейін 2-3 жерде болуы мүмкін да. Мысалы, мынау жігіттегіде не болуы мүмкін? Висцеральный болуы мүмкін, эмоциональный болуы мүмкін, мысалы. Біз қолымызды қоямыз, сол кезде қолымызды қойған кезде біз соединять етеміз рапорт арқылы. Соны адамның денесімен, мына органды ми өшіріп тастаған органды біз қолымызды қойып, соны қайттан соединять етеміз. Оны, мысалы, 3 точка болатын болса, клиенттің өзіне айтасыз да, мысалы, бір қолыңызды былай қойған ыңғайлы ма деп. Мысалы, бір қолын клиенттің өзінің қолын ішіне қойса болады, висцеральныйға. Бір қолын беліне қойса болады, ыңғайлы болса, беліне қоя аласыз ба? Белінің астына. Осылай клиенттің өзінің қолдарын қолданса болады. Қалған несін, сегментін, мысалы, өзіңіз былай миға қоясыз, зажимы осы жақта болды, гипертонус осыны алып келді. Эмоциональныймен қолына қойып, өстіп, рапорт устанавливать етесіз. То есть барлық ойыңызды, вниманияңызды рапортты бөлмейсіз, тек қана осы адамның денесін сезініп, бүкіл ойыңызбен дыхание ритміне кіріп, көзіңізбен жаңа рапорт установить етіп, соны адамды өзіңіз арқылы өткізе бересіз. Энергияңызды, терапияңызды, запускыңызды осылай жүргізе бересіз. Бүгінгі сабақ осымен бітті. Келесі кездескенше, келесі сабақта күтемін.